Осы 3 уақытта дуа жасасаңыз, Алланың қалауымен сіздің жасаған дуаңыз міндетті түрде қабыл болады. Видеоны бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, басқалармен бөлісіңіздер. Біріншісі, сәжде жасаған кезіңізде. Өйткені имам Муслимде келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пенденің Раббысына ең жақын болатын сәті ол сәждедегі кезі. Ендеше сәждеде дуаны көбейтіңдер деп айтқан. Екіншісі, азан мен қамат арасында жасалған дуа. Өйткені имам Тирмизиде жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям азан мен қамат арасында жасалған дуалар кері қайтарылмайды деп айтқан. Үшіншісі, сәресі уақытында. Өйткені Алла тағала Зарият сүресінің 18-ші аятында сәресі уақытында Алладан кешірім тілеңдер деп әмір етеді. Міне Рамазан айына да жақындап қалдық. Алла тағала баршамызды Рамазан айына жеткізсін иншалла. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум.